Жалғастырайық, әлемдегі ең қымбат дәрі-дәрмек ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелген Золгенсма препараты елімізде алғаш рет қолданылды. Бұл екпе омыртқа бұлшық еті атрофиясына шалдыққан 2 жасқа дейінгі балаларды емдеуге арналған. Қазақстан халқына қорының қаржыландыруымен аталмыш препарат қазақстандық 4 балақайға салынды. Қоры бұл мақсатта 3,7 миллиард теңге бөлген екен. Препаратты алғаш болып оралдық бүлдіршін алса, бүгін соңғы екпе қарағандылық балақайға салынды. Омыртқа бұлшық ет атрофиясы қауіпті орфандық аурулардың бірі. Ол бұлшық еттің прогрессивті әлсіздігі ретінде көрінетін генетикалық сырқат. Еліміздегі 120 балақай осы дертке шалдыққан. Қазақстан халқына қорының қайырымдылық жобаларын қаржыландыру жөніндегі алғашқы шешімі де орфандық ауруларды емдеу болғаны тегін емес. Себебі бұл ауруда ем болатын препараттар қарапайым халық үшін қолжетімсіз. Дерттің өршуін уақытша ғана тоқтататын спиноразаның бір ампуласының өзі 43 миллион тұрады. Бірақ оны жылына бірнеше мәрте алу керек. Ал дауаны мәңгілікке ұмыттыратын препарат Золгенсма деп аталады. Жаһандағы ең қымбат бұл дәрмектің құны 1 миллиард теңгеге жуық. Протоколы бойынша шығарушы компанияның осы Золгенсманы шығарушы компания бұл гендік өнім 2 жастан аспаған балаларға және салмағы 13,5 килограммнан аспаған балаға ғана салады. Және оны бір-ақ рет салады. Одан кейінгі жағдайларда мысалы кейбіреулер салып жатады, бірақ ол эксперимент болады. Ал эксперименттік жағдайда қор қаржыландырудан бас тартады. Ауыр дертке шалдыққан сәбилердің бірі Айсезім Жаңбырбай. Туғандары балақай буынын ұстамаған соң дабыл қағып дәрігерлерге жүгініпті. Омыртқа бұлшық ет атрофиясы диагнозы қойылған соң жақындары дауадан ем табу үшін қор ашқан. Жанашыр жандардың көмегімен 15 миллион теңге жиған екен. Алайда бұл қаражат дертті мәңгі бақи ұмыттыратын Золгенсманы алуға жетпепті. Десек те бүгін Қазақстан халқына қорының арқасында кішкентай Айсезімге көмек көрсетілді. Ол соңғы болып Золгенсма препаратын алды. Туғандары әлде ауыр күндердің артта қалғанына сенер емес. Көп көмек көрсетті. Бір мынандай спинально-мышечный атрофияға мынандай миллиард ақшаны бергенге сену керек. Бүгін біз сондай укол алып, өзіміз қуанышымыз ішімізге сыймай толқып тұрмын. Қазақстан қорына, президентімізге алғысымыз мың шексіз. Ал бұл оралдық сәби Фатима. Бірнеше ай бұрын дертінен қиналған балақайға ата-анасы 4 миллионға ИВЛ аппаратын алуға мәжбүр болған. Ал бүгін ол дауасынан шипа алуға көмектесетін қымбат препаратқа қол жеткізді. Қазақстан халқына қорының көмегіне жүгінбес бұрын қайырымды жандар оның еміне 540 мың теңге жиыпты. Қор көмек көрсететін болғандықтан бұл қаражатты Фатиманың ата-анасы осы дертке шалдыққан өзге бүлдіршінге аударды. Орфандық ауруларды емдеудің заманауи әдістері оларды нәресте кезінде қолданғанда жоғары тиімділікті көрсетеді екен. Сондықтан Золгенсманы 2 жасқа дейін қолдану маңызды. Қазір осы препаратты қабылдаған 4 балақай да ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығында жатыр. Онда омыртқа бұлшық ет атрофиясын емдеу үшін көп бейінді топ құрылды. Ал препаратты қолдану бойынша мамандар 2 оқыту курсынан өтті. Осылайша Қазақстан халқына қоры орфандық аурулардан 24 бала мен 2 ересекті емдеу үшін 9,7 миллиард теңге бөлді. Оның 3,7 миллиарды осы Золгенсма препаратын алуға жұмсалған. Алдағы уақытта қор әлі деушінің бұлшық ет дистрофиясы ауруына шалдыққан науқастарға да дәрілік көмек көрсетуді көздеп отыр. Дана Алиева, Әлібек Алиев, Аян Сәрсенбаев, Тайыр Мерекенов, қорытынды жаңалықтар.